Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай керемет балды печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жұмсақ, сондай керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысымызға ұнды саламыз. Оның үстіне сары май салып, бөлме температурасындағы жақсылап қолымызбен мыжимыз. Сосын осындай крошкалар жасайтын боламыз. Сосын үстіне қантымызды саламыз. 2 жұмыртқаны, тұз және разрыхлитель саламыз. Сосын үстіне бал салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнды артығымен салмаңыздар. Осылай жұмсақ қамыр болу керек. Сосын оны жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Жарты сағаттан соң қолымызды кішкене сұйық маймен майлап, формамызды дайындап, үстіне пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды осылай дөңгелетіп, үстінен кішкене ғана басып, осылай формада жасап шығамыз. Қасықпен осылай жасасаңыздар болады. Формасы бірдей болу үшін. Немесе үйіңізде таразы болса, таразымен өлшеп жасасаңыз да болады. Өте қарапайым, сондай тез дайын болатын печенье. Енді пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Артығынан қоймаңыз, өйткені печенье қатты болып қалуы мүмкін. Әне 15 минут дегенде біздің печенье дайын болды. Әркімде пеш әрқалай, сондықтан да қызуына байланысты пештің 15-20 минут дегенде пісіріп алыңыздар. Печеньеларды осылай өз қалауыңызша әдемілеп, әрлеп ұсынсаңыз болады. Өте дәмді болып шықты. Жұмсақ, тез дайын болады, шайға ұсыныңыздар. Толық рецепті описание бөлімінде қалдырамын. Сіздермен болған Жұлдыз. Ас болсын!